Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзбек халқының тағамы шорпаның рецептімен бөліспекшімін. Алдымен суымызға етімізді салып қайнатып алатын боламыз. Менде бұл жерде жылқының еті, басқасын пайдалансаңыздар да болады. Сорпамыз бір қайнағаннан кейін көбігін алуды ұмытпаңыздар, видеоға түсірілмей қалған. Және де сорпамызды сүзіп тазартып алатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, дәмі ерекше болып. Сіздер де дайындап көрген болсаңыздар, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Жуамыздың сыртын жақсылап жуып, бір данасын ортасынан бөліп салып жіберетін боламыз. Сәбіздеріміздің 2 данасы қажет болады. Видеодағыдай домалақ тәріздес етіп бөліп дайындап алыңыздар. Кесіп дайындап алғаннан соң сорпамызға қосатын боламыз. 7 минуттың шамасында сәбіздерімізді пісіріп аламыз. Достар, менің етім 2 сағаттың ішінде пісіп қалды. Жас малдың еті болғандықтан сіздер өздеріңіз пышақтың көмегімен кесіп көріңіздер, піскен піспегенін тексеріп алыңыздар. Және де жарты кило картоп қажет болады. Оны үлкен көлемде туралады негізінде. Мен балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін уақыттап тураған болатынмын. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әр елдің тағамдарының рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Картарымызды да туралап болдық. Енді оны да сорпамызға салып, 10 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Және де жуамызды алып тастайтын боламыз. Оның уже суы шығып, бізге қызметін атқарып болды, қажет емес болады. Басқа сорпаларда көбіне жуаны осылай туралап салып жібереді, ал бұл жерде ерекшелігі осында суын шығарып алатын боламыз тек қана. Тәтті бұрыштарымыздың да 3 данасы қажет болады, оны да уақыттап туралап сорпамызға салатын боламыз. Қызанақтарымызды да видеодағыдай туралап саламыз. 3 данасы бұның да қажет болады. Он минут өткеннен соң сарымсақтарымызды турамай бүтін күйінде салатын боламыз. 3-4 дана лавр жапырағы және де 10 шақты қара бұрыш бұршақтары қажет болады. Енді оған 1 ас қасық хмели сунели приправасын қосатын боламыз. 2 ас қасықпен тұз қосамыз және де 2 ас қасықпен томат пастасын қосатын боламыз. Тұзды дәміне қарай қосыңыздар. Менде тұздалған ет болғандықтан қазір қосып жатырған болатынмын. Осымен біздің өзбек халқының бүгінгі дайындаған шорпа тағамы дайын болды. Етімізді алдын ала турап алған болатынбыз. Соны бөлек салып аламыз және көкөністерімізді салып, сорпасын құйып, ұсына берсеңіздер болады қонақтарыңызға. Және де біздің сорпамызға дәм беріп, ерекшелік беріп тұратын кинза шөбі болып келеді. Оны да қосуды ұмытпаңыздар. Мен ең соңында бәрін құйып болғаннан соң қосатын боламын. Осымен біздің шорпамыз дайын. Ас болсын баршаңызға. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Сіздермен болған Гүлбану Ақтамгалиева.